Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз құймақты торт дайындаймыз. Жарты литр сүтке 2 жұмыртқаны салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық тұз, 1 қасықтай сода саламыз. Жарты кесе шекер саламыз. 1 ас қасық сұйық май құямыз. Елекке 200 грамм ұн салып, үстіне 3 қасық какао салып, осылай електен өткізіп отырып, венчикпен араластырамыз. Жақсылап араластыруымыз қажет, ешқандай да түйіршік болмау керек. Осындай масса болу керек, қатты сұйық емес, қою емес. Табаны қыздырып, май сеуіп, құймақты құйып пісіріп аламыз. Міне осындай тесік-тесік әдемі құймақтар шығу керек. Сіздерден өтініш, менің каналымның ары қарай дамып жылжуына атсалысып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк, комментарий жазып отыруларыңызды сұраймын. Енді біз тортымызға крем дайындаймыз. Өте оңай. Қаймақ саламыз, 5-6 қасық сгущенка, 150 граммдай сгущенка құямыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Ортасына крем жаға отырып, тортымызды жинаймыз. Мен торттың бетіне шоколадты ерітіп құйдым. Сіздер сгущенка құйсаңыздар да болады. Кремі сіңгенше холодильникке 1 сағатқа қойып қойдым. Міне біздің құймақты тортымыз дайын. Шайға өте керемет дәмді торт. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді торт. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.